Короче, бұның ішінде жаңағы дәптер, кітаптар. Достар, сіздермен бірге мен Аржан, және қазір мен сіздерге мына рюкзагымда не бар екенін көрсететін боламын. Мен қазір ғана мектептен келіп, кәдімгідей сумкамның ішін ашып, дұрыстап жинап, дайындалған жоқпын. Сразу не бар екенін көрсетемін. Мектепке не алып барғанды деген сияқты бүгін мектептегі примерно 3-ші күнім. Мектеп сумкасының іші кәдімгідей толып тұр. Давайте біз бастаймыз, ал сіздер тамашалаңыздар деп айта берейін. Итак, бірінші сумкам примерно осылай көрінеді. Мына жерде бір қалта, тағы бір кішкентай қалта, жандарында осындай боковой қалталар и үлкен отдел. Ең бірінші үлкен отделнан бастайық. Ең сочный жерінен бастау керек қой. Хотя мына жерлерде сочный, в принципе. Пара-пара-пам. Короче, бұның ішінде жаңағы дәптер, кітаптар. Бүгін бізде ағылшын сабағы болған екен, химия сабағы болған, алгебра, орыс тілі. И все. В принципе, басқа кітаптар жоқ, қалғандары дәптерлер. Дәптерлер менде осындай, бұл бізде алгебра дәптер. Сосын мен осындай жаңа дәптер апарған болатын, бірақ та сол күйі толтырмадым. Қандай пәнге арнайтындарын білмей тұрмын. Сосын мынау ағылшын дәптер. И осындай тағы да бір дәптер. НТ-ға дайындалуға арнайды шығарып, осындай бір қалың дәптер болғасын, өте ыңғайлы. Так, дәптерлерді де бітірдік. Енді осындай бір қызық нәрселерге көшейік. Мен мектепке осындай папка тасимын. Бұл папка А5 форматында. Бірақ өте ыңғайлы. Сіздерге де лайфхак ретінде кеңес бергім келеді. Өзіңізге осындай А5 форматында папка сатып алыңыз, және ішіне осындай майда шүйдаларыңызды салыңыз. Күнделіктің ішіне қыстырғаннан көрі, дәптерлердің арасына қыстырғаннан көрі, сөйтіп жоғалтып алып жүріп, мұжылып сөйтіп жүреді. Ал сізге керек заттарды, сондай бір майда шүйде қағаздарды, сондай бір стикер болсын, осылай салып қойған ыңғайлы. Қазір не бар екенін көрсетемін. Бұның ішінде бізде жаңағы әртүрлі, біз 11-ші сынып болғандықтан бізге преферентацияға әртүрлі ұбытқа байланысты курстардан осындай күнде келіп отырады. Сол қағаздар жиналып қалды. Енді біреуін таңдап, үстіп баратын боламын, көріп, пробный урокқа. Сосын осындай карточкалар, сабаққа арналған. Жаңағы бұл бізде алгебра карточкасы, синус, минус деген сияқты тема. Сол себептен сіздерге де осындай нәрселер распечатать етіп алуға кеңес беремін, ламинировать етіп, чтобы керек кезде сол қарай салатындай ең керек формулаларды сөйтіп распечатать етіп алсаңыз, өте удобно. Сөйтіп салып қойсаңыздар болады. Сосын мына жерде суретім менің, маған подружка менің суретім салып маған берген, бұл 9-ші класста. Тағы да бұл бізде химиядан таблица. Сосын осындай стикерлер керек болған кезде ала салам. Тағы да геометрия, немесе алгебра, геометрия. Сосын наклейки даже, стикерлар. Сосын осындай өз қолмен жасаған таблица, косинус, синустың. И тағы да стикерлар. Сонымен біздің папкамыз босады. Келесі папка осындай үлкен А4 форматындағы папка. Негізінде бұл сабаққа байланысты папка емес. Сол СММмен айналысып жүр. Сосын бір магазинді таңдап, сол күнге барғам. Анализ жасап, конкуренттерге анализ, стратегия, солардың барлығын жазып. СММге байланысты дәптерлер. Тағы да дәптер. Бұның ішіне жаңағы СММмен мен курс сатып алғам, сол бойынша сабақтарды жазам. Так, келесі зат ол пенал. Так, қазір сіздерге пеналдың ішінде не бар екенін көрсетейін. Ішінде барлық керек заттар бар. Так, біріншісі осындай текстовый выделителдер. Негізі басқа да текстовый выделителдер бар. Бірақ та барлығын тасып жүргеннен көріп, күніне 1-2 түсті таңдап, соларды үстіп пеналға салып алған ыңғайлы. Сол себептен үстіп бүгін мен жолты түсті алып, неше мынандай фиолетовый текстовый выделитель и осындай түрлі түсті ручкалармен. Сондай бір ручка, 11-ші сыныптың ручкасы ғой мынау. Не мынау? 11-ші сыныпта оқитын қыз деп кім айтады? 1-ші сыныпта оқитын қыз сияқты мен. Сосын линейка, простой қарандаштар, тағы да простой қарандаш, осындай шариковая ручка, тағы да ручка, сосын гелевая черная паста, өшіргіштер, сосын осындай транспортер, осындай ручка. Ручкалар толтырып салып алғам әйтеуір. Сосын осындай закладкалар тұр, өстіп бір-біріне жабысып, өте ыңғайлы, жоғалмайды, керек кезде ала саласың. Так, үлкен карманды вроде бітірдік. Мына жерде тағы карман бар, бірақ оның ішінде ештеңе жоқ. Так, енді біз қазір мына карманға көшеміз. Короче, мына жерде менде сондай бір ірі керек заттар деп айталам. Сабаққа болсын, өзіме болсын. Мысалға мына жерде корректор, пеналыма симағасын үстіп салып қойдым. Сосын карандаш клей, дальше черный маркер, сосын осындай косметикалар. Косметикада мен мектепке тек қана туш, помада и консилер ғана алам. В принципе, макияжда да тек қана туш пен помада и қасымды бояйым. И все.
Сонымен үлкен карман босады. Дальше у нас мынау алдындағы карман. Бұл жерде тоже қызық ештеңе жоқ шығар. Мына жерде брелок жүр почему-то. Бұл жерде бізде осындай конверт папка. Ішіне карточка салып қойғам, ыңғайлы, бірақ та сосын менің карточкам. Мынау мен Астанада өйстіп Астрамен жүреміз біз. И все, прикиньте, басқа ештеңе жоқ. Қалғандары менің бір қалтамда жүреді, сондай бір нәрселер. В принципе, мен кеше асығыс дайындалғандықтан, мен кеше зарядканы алмағам, әдетте зарядка тасып жүрем. Сосын AirPods'ым. AirPods'ым қайда? Бір осы кезде көрсетейін дегем, AirPods бар менде деп. Болмай қалды ғой, қайда AirPods? Өйстіп сумкамызды бірге босаттық. Және де сіздерге қызық болды деп ойлаймын. Ендеше келесі қызық Back to School видеоларда кездескенше. А еще менің инстаграмыма жазылыңыздар. Мен всегда забываю инстаграм туралы айтуға. Сол себептен де инстаграмға тоже жазылыңыздар, потому что сол жерде менің мектептегі қызық өмірімді бақылай аласыздар. Именно сол жерде, сол себептен давайте инстаграмда кездесеміз.